Құрметті менің каналыма кіріп қызықтап тамақтарды көріп жүрген отандастар, бүгін сіздермен біз грузиннің харчо деген тамағын дайындауға тырысамыз. Ол үшін бізге жаңа ет керек. Бұл картоп, сәбіз, пияз, кәдімгі, сосын бітер кезде лимонның сығындысын кішкентай салып жібереді екенсіз. Сосын мына сарымсақ. Кәдімгі біздің қазақтың күріш көжесінен алмайды, бұның артықшылығы. Бұл жерге жаңағы жаңғақты майдалап салып жібереді екенсіз бітер кезде. Сосын мына кинза, сельдерей, сосын грузиннің хмели, сунели деген приправасын дәрі үшін салып жібересіз. Сосын жаңағы мынау қызыл бұрыштың майдасы. Сосын мынау кәдімгі жарты пиала күріш. Енді біз қазір қазанға бірінші етімізді салып, оны көбігін алып, кәдімгі менің каналымда көрсеткен дегендей сорпасын тазалап аламыз. Міне, бірінші етін салып, қазанға мұздай суға қайнатып аламыз. Бұл ет 1,5 сағаттай қайнайды, тұзын салып, сонан кейін мұның көбігін алып, сосын сорпасын тазалап аламыз. Сонан кейін ары қарай қалған картоптың басқасын салаштарымыз. Міне достар, қазанымыздың қайнап жатқанына 1 сағаттан артық уақыт өтті. Сәбізін теркіден өткізіп қуырып салу керек еді. Мен бірақ турап сала салдым. Себебі қуырғанды ұнатпаймыз. Картоптын да салдым. Оның алдында сорпаны әдемілеп тазалап, етін турап салып қойдым. Міне әдемі қайнап жатыр. Енді тұзын саламыз. Міне қараңыз, тұзын саламыз. Сосын күрішін салып жібереміз. Бұл жерде бұл ненің грузин кухнясының несі. Күрішін салу керек. Күріші 1,5 сағаттай піседі. Енді бұған жаңғақтың дәнегін де салып жібереміз осы уақытта. Енді томатымызды да салып жібереміз. Қараңыз. Томат міндетті түрде қосылады екен. Грузиннің асханасы бойынша грузиннің асын дайындап жатқасын солардың несін орындауымыз керек. Енді бұған жаңа лимонымызды, жарты лимонымыздың соғын сығып жібереміз. Уксус қосылады екен, бірақ біз уксус қоспаймыз, сол лимонды сығып жібереміз. Міне, енді күріштің піскенін бақылаймыздағы. Содан кейін қалған дәмдеуіштерін қоса береміз. Көкшөптерін қалдырдық. Қанымыз қайнап hazır, ашып көрейік. Жаңа күрішіміз қайнап жатқанына 20 минуттай уақыт болды. Міне көріңіз қандай сорпа болды. Майсыз, сондай әдемі сорпа болды. Енді оған паприка дейді ғой, қызыл бұрышты қосады екенбіз, тәтті бұрыш. Сосын мынау хмели, сунели деген дәмдеуіш. Бұны міндетті түрде қосу керек екен. Себебі бұл грузиннің тамағы болғасын қосуға тиіс екен. Мынау жаңа кинза, сельдерейіміз, сосын сарымсағымыз. Енді араластырамыз да 5 минут қайнатамыз да болды, тамағымыз дайын болады. Құда қаласа. Міне, достар, 5 минуттан артық уақыт өтті. Қараңыз, грузин асханасынан алып дайындаған жаңағы харчо деген тамағымыз қазақша жаңағы күріш көжемізге ұқсайды. Қараңыз, қоюлығы қандай, сізге ұнай ма, ұнамай ма? Қой болып кетті десеңіз, сәл қайнаған су қосып жіберіңіз. Жоқ, қой болмады десеңіз, керемет майсыз сорпа болды. Қараңыз, еді сақтайтындарға да, асқазаны қорытпайды-ау деп ойлайтындарға да сондай керемет тамақ болды. Қараңыз, міне. Енді кейбір адамдар осы неге қаймақ қосып, кез келген сорпаға қаймақ қосып жегенді ұнатады. Ондай болса, қаймақты қосып жіберіңіз. Міне
керемет дәмді тамақ болды. Дәмін көріңіздер, жасап көріңіздер. Каналыма кіріп, тамақтарым ұнап жатса каналыма жазылып жүріңіздер. Лайк басыңыздар дегендей. Астарыңыз дәмді болсын.